Сәлем баршаңызға, менің каналыма жазып, лайк басып, комментарий басып, колокольчик баса кетіңіздер. Бүгін біз чебуреки дайындайтын боламыз. Өте оңай және қолжетімді заттардан жасалынатын чебурекиімізді дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен салмасына картошканы осылай кубиктеп турап, суға салып, қайнатып, пісіріп аламыз. Піскеннен кейін картошкамызды осылай пюре қылып жасап аламыз. Бір пиязымызды ашып турап, қызып тұрған майға қуырып, қызыл қылып пюреміздің үстіне салып, қалауымызша черный перец, тұз салып, пюремізді осылай дайындап аламыз. Қамырына бір стакан қайнап тұрған ыстық су, жарты чайная ложка тұз, және де 2 ас қасық сұйық май қосамыз да, және де әбден араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне ұнымызды салып, қамыр илеп аламыз. Мінеки қамырымыз дайын, кішкене демалтып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін осындай домалақ бөліктерге бөліп, әрқайсысын жеке-жеке жайып, және де оның ішіне салмасын салып, осылай бір-біріне жабыстырып, және де вилканың көмегімен әсемдеп, мінекей пісіре бастаймыз. Өте дәмді, өте әдемі, цветі де барлық әдемі болып шығады. Піскен кезде де қызарып, әдемі болып шығады. Осы рецептпен дайындап көріңіздер, өте оңай. Үйге қонақ келген кезде де өте тез дайын болатын чебурекидің рецепті. Назарларыңызға рахмет, ас болсын баршаңызға.